Сонымен егер әңгімемізді түйіндейтін болсақ, Нұржан, Қыз жібектің феномені не деп тұжырымдаймыз? Кинематограф бұл, егер Абай өлеңді сөздің патшасы десе, мен кинематографты өнердің патшасы деймін. Өйткені кинематографтың қолданылатын құралы көбірек. Әдебиетте тек қана сөз, музыкада дыбыс, ал кино барлығын пайдаланылады. Ал Сұлтан Қожықов сияқты ұлы шебер бұның барлық құралдарды пайдалана білді. Сосын енді мына шығармашылық топта айтып жатырмыз ғой, әрбір мүшесі бір төбе емес, тіпті ол шың, таудың шыңы. Сосын актерлік ансамбль, драматургия, өйткені Ғабекең жырда Қыз жібек інісіне үйленеді ғой, кімнің, Төлегеннің. Бұл жақта ол драма жасаған, конфликттік линиясы бар Бекежан мен Төлегеннің арасында. Қосалқы конфликттер бар. Драматургия тұрғысынан бұл Европалық әдебиеттің үлгісіне негізделген, Шекспирдің драмаларына негізделген, қасіретпен аяқталады, жібек өледі. Бұл енді драманың жанры, солай болу керек. Иә.